Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Балқыз. Бүгінгі видеода біз американдық печенье жасайтын боламыз. Жасалуы оңай әрі тез дайындалады. Дәмі өте керемет болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары май мен қантымызды бірге қосып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Құрамына қосылатын заттарды әдеттегідей описанияға жазып қалдырып кететін боламын. Сол жақтан қарай аласыздар. Сонан соң үстіне бір жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Разрыхителді ұнға қосып араластырып аламыз. Сосын барып тестамызға аз-аздап салып отырып, жақсылап араластырамыз. Шанышқымен араластыру қиындаған кезде қолмен жақсылап июны қандырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз біркелкі болып, қолға жабыспайтын болған кезде туралған шоколадымызды қосып тағы да араластырамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай дайын болған қамырымызды колбаса тәріздес етіп жайып аламыз. Сосын кесіп домалақтап печеньенің формасын жасайтын боламыз. Дайын болған печеньеларымызды қызып тұрған пеште 180-200 градуста 10-15 минуттан қарап тұрып пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньеларымыз әп-әдемі болып қызарып пісті. Дәмді болып шыққаны соншалықты дастарханда 1-ақ минутта жоқ болады. Маған және менің отбасыма қатты ұнайды. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және туыстарыңызбен де бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Егер видеом ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.